Hello, dear pupils. Құрметті оқушылар, бүгін біз 9-шы сыныптың 2-ші тоқсанының 2-ші бажапысын талдамақшымыз. Және бұл 4-ші бөлім бойынша жиынтық кітап бойынша 4-ші модуль, яғни Charities and Conflict. Charities, яғни қайырымдылық қорлары десек болады, қайырымдылық істері, және де конфликті, яғни мәселелер. The first is reading. Бірінші бізге текст беріледі және соған байланысты тапсырма. Read the text and match the statements from 1 to 6 with the correct charity organizations A-E. A-дан E-ға дейін беріп тұр. 6 организация, ұйымдар. Қысқасы беріп тұр. 6-ға. 4-еуіне қою керек. Әуелі оларды оқып Invests money in looking for ways to stop disability. Disability, яғни мүмкіндігі шектеулі жандар. Мүмкіндігі шектеулі жандардың, яғни ақша іздеуін тоқтату. Ақша іздеу мүмкіндігін. Provides homes in some cases, яғни кейбір уақыттарда үйді береді жалға. Was given approval on its name by monarch. Яғни бұл монархтың атынан беріледі. Has a smaller related organization working on similar issues. Яғни кішкентай ұйым бірдей, яғни мақсатқа жұмыс істейтін дейді. Мінекей осылай беріліп тұр, осыған біз қазір сәйкестендіреміз. A. Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Бұл жалпы жануарларды қорғайтын ұйым. It was the first organization dedicated to the well-being of animals anywhere in the world. Яғни бұл ұйым әлемдегі, яғни кез келген жерінде жануарлардың жақсы тұрғандығын, яғни жағдайының жақсы болғандығын қамтамасыз етеді. In England and Wales alone, RSPCA employ more than 300 inspectors whose job is to investigate reported cruelty to animals. Яғни осындай ұйымда жұмыс істейтіндер жалпы 100-ден аса біреуінде жұмыс істейді. Яғни олар сол жануарларға қарайды. In 1840, Queen Victoria had the organization permission to be called a Royal Society. These days, there are almost 200 branches in the UK. 1840 жылы, яғни патшайым, Виктория патшайым, осыған осындай ат берді дейді осы ұйымға. Енді ол Британияда, яғни осында 200-ге дейін ұйымдар бар. Енді бұл қайсысына келеді? Біз оны артынан жалғастырайық. Өткен мешітте жалпы жануар туралы деп айтып тұрған жоқ, Royal National Institute of the Blind. Blind дегеніміз соқыр, яғни көзі нашар көретін адамдарға арналған. Is the UK's leading charity for the blind. Sight loss is one of the most common diseases in the UK, with over 1 million people suffering from either partial or total blindness. Challenges the disabling effects of sight loss by providing information and offering practical services to help people lead as normal a life as possible. The organization also works on the underlying causes of blindness, working towards its prevention, cure, or alleviation. Бұл енді, яғни сондай көзі нашар көретіндерге қамқорлық, яғни бұл сол көптеген миллиондаған адамдарда осындай проблема бар, яғни олар жартылай немесе толықтай соқыр, яғни олар осындай ақпарат тарату арқылы, немесе әртүрлі қызметтер көрсету арқылы адамдарға көмектеседі. Яғни олар да күнделікті нормальный өмір сүру үшін, және олардың
құқықтарын, қамқорлығын, соның бәрін қамтамасыз етеді дейді. Stop disability деуге болады бұған, бірақ бұның бәрін болғасын көрейде онда. Is an independent national charity fighting to improve the quality of the local environment. Яғни бұл тәуелсіз ұлттық ұйым. Яғни жергілікті қоршаған ортаның жақсаруын қамтамасыз етеді. They aim to make people more aware of the negative effects of litter, dog fouling, gravity, and vandalism, and to get everyone involved in doing their bit to keep Britain clean. Олардың мақсаты, кері әсер ететін барлық жағымсыз заттармен күреседі, соның ішінде қоқыс, иттер, яғни қабағы, гравити, яғни бұл сурет салу, вандализм, яғни бұл төбелес. Және де сол, яғни Ұлыбританияның таза болуын кедергісейтін басқа нәрсемен күреседі. The work of the TVG is done mainly through campaigning. Volunteers work closely with councils and businesses to organize educational programs designed to raise awareness of the problem. This organization, Going for Green, concentrates on pollution issues. The two groups share premises and have the same chief executive. Яғни бұл сондай жауаптар түскен, сондықтан осы ұйым ашылған. Еріктілер әртүрлі бизнестермен, немесе сондай бір білім, яғни білім беретін, осындай ақпарат беретін ұйым бағдарламалармен жұмыс істейді. Sister Organization деп тұрғанымыз, яғни оның тағы бір ұйымы бар, сондай жасылға қарай деген. Именно сондай pollution, яғни ластанумен жұмыс істейтін. Екі группа деп тұр, share purpose and have the same chief executive. Яғни екі топтың да бірдей несі бар. Яғни төртке біз сиді қоя аламыз сонда. Бұл төртке кетеді нақты. Mentab is a charity which is dedicated to fighting against discrimination towards people who suffer from any kind of learning disability. Most of Mentab's work is campaigning. People with learning disabilities are disadvantaged because of discrimination and the lack of funding of community care. It also provides services of education, housing, and employment, as well as support and advice for families in the careers of sufferers. Бұл disability, яғни мүмкіндігі шектеулі жандарға көмектеседі. Яғни оларға ақша жетіспейді, көбінесе немесе солар шеттетеді, сондай оларда проблема бар дейді. Оларға білім алғанда, жұмыс істеген кезде сондайларға көмектеседі бұл ұйым. Енді дұрыс жауабына көшіп өтейік. Мінекей, бірінші B, D, A, C белгілі болыңдар. Біріншіге B, екінші D, үшінші A, және төртінші C. Барлығы 9 балдан тұрады. Енді бізде тағы бір тапсырма бар. Оны енді өзіміз жазуымыз керек. Өйткені оның бізде дұрыс жауап беріліп тұрған жоқ. Енді екінші тапсырмаға көшейік. Task 2. Paraphrase the given sentences so it has similar meaning. Use the given beginnings of sentences. Яғни бізге беріліп тұрған сөйлемдерді өзгертуіміз керек, бірақ бірдей мағынада болатындай, және де мына басталып тұрған сөзді қолдан. Мысал, example. Sight loss is one of the most common disabilities in the UK. Sight loss, яғни сол нашар көру, осы Ұлыбританиядағы, яғни мүмкіндігі шектеулердің ең көбі, яғни сол көз көрмеушілікке. Енді widespread, бізге жауап беріліп тұр. Widespread disability among British is blindness. Яғни кең таралған сондай менің бірі мүмкіндігі шектеуліктің. Бұл яғни көзі көрмеушілік. Volunteers work closely
with councils and the businesses to organize educational programs. Яғни волонтерлер, еріктілер осы қалай білім беру, яғни бағдарламаларын ұйымдастыру үшін әртүрлі бизнеспен және ұйымдармен тығыз байланыста жұмыс істейді. To arrange бізде to organize бастырады. Сондықтан біз сонымен бастайын деп тұрмыз, берілген. To arrange educational programs. Енді ары қарай көрсетеді. Яғни бізде мағынасы өзгерген жоқ, тек құрылысы өзгерді. Енді бізге discrimination дегеннен баста деп тұр. Екінші, people with learning disabilities are disadvantaged because of discrimination and the lack of funding of community care. Discrimination and the lack of funding, оның бәрін бірге аламыз. Бұлар барлығы бір сөзді алып тұр. Енді because-ды біз керісінше cause of деп бере аламыз. Себебі неге дайын болды? Келесі тапсырмамыз writing. Choose a topic and write a campaign letter. Use connectors to link ideas. Беріліп тұрған тақырыптарын бұдан таңдап, campaign letter, яғни біз ұсыныс немесе жауап хат жазамыз. Неге бізге әртүрлі сөздерді қос деп тұр, ортасына яғни байланыстыратын сөздерді. Topic 1. There is an orphanage with poor facilities in the town, village where you live. You need to write a campaign letter to a local administration asking them for help. Яғни бұл жерде бізге бір яғни көмек ретінде бір жер ашылған. Сенің өмір сүріп жатқан жеріңде, яғни бұл кедейлерге көмектесу үшін, енді соларға қаржы бөлу үшін сен бір ұйымға көмек сұрап жазасың. Topic 2. Your neighbor's little house is so old that it can be ruined anytime, but he doesn't have any money to help himself. You need to write a campaign letter to raise money for the reconstruction. Сенің көршіңнің үйі кішкентай және өте көне. Кез келген уақытта ол бұзылып, яғни саған кесір тиюі мүмкін. Бірақ өзінің ақшасы жоқ. Сондықтан сен, яғни соның құрылысына қайта салу үшін ақша сұрап жазасың. Topic 3. Your classmate is suffering from a serious disease and he needs a big sum of money for his treatment. To help him, you need a write campaign letter to raise the funding. Сенің кластасың бір қатты үлкен аурудан ауырып жатыр аурумен. Оған емдеуіне өте көп ақша керек. Сондай ақша сұрап, яғни жазуымыз керек. Біреуін таңдап бастайық. Мысалға, жаңа кластасымызға ақша сұрайық, бұл енді campaign letter болғандықтан біз мысалға сэр немесе мисс деп бастаймыз. Кез келген бір адам атын қоямын. Одан сұрап жатырмын. Әуелгі не үшін, яғни жазып атқаным туралы айту керек.
I would like to give information you about my classmate. Яғни мен сізге осы класстасым туралы ақпарат бергім келеді. Мен сол үшін жазып жатырмын деген сияқты айттым. Енді бастай берсем болады. My classmate. Енді біз бәрін абзацпен жазып жатырмыз, себебі бұл бірінші негізгі бөлім, яғни кіріспе, негізгі бөлім және қорытынды сияқты жазылу керек. Мен бөліп көрсетейін. Бірінші кімге жазылып жатқанымыз жазылады. Хатта Dear Sir Adams, мысалы Адамстың оны бір адам аты. I would like to give information you about my classmate. Яғни не жазылып жатқандығы басынан кетеді. Және біз сол класстасымызға, яғни ақша сұрап жатқанымыз негізгі бөлімінде кетеді, және соңында рахмет және үміттенемін жақсы жаңалықтарға деген сияқты жаздық. Жақсы тілектермен өзіңнің атыңды жазасың бұл жерге. Жалпы хаттың құрысы осындай, басқа тақырыптарды таңдап осылай жазып көріңдер. Және беріліп тұрған ақпаратты барынша қолдануға тырысыңдар. Тек қана сенің дегенді, мысалы біз менің деп аудардық, ол дегенді my classmate деп алдық. Олай өзгертуді ұмытпаңдар. Сұрақтарың болса комментарийға жазыңдар. Және де каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Алда тжб шығады. Және де алдағы уақытта басқа пәндерді сұрасаңдар шығарамын. Okay, goodbye, good luck. Сәттілік тілеймін сендерге, сау болыңдар.